Бір жерде қозғалыссыз көп отыру өлім қаупін арттырады. Мұндай ойда Колумбия университетінің зерттеуші мамандары айтты. Бір орында көп отыру мен мезгілсіз өлім-жітім арасындағы байланысты түсіну үшін олар 4 жыл бойы 45 жастан асқан 8000 адамды бақылаған. Зерттеушілер қатысушылардың белдеріне арнайы акселерометрлерді байлаған. Нәтижесінде көп азаматтың тәулігіне 12 сағат кеңседе отыратыны анықталды. Егер адам күніне кеңседе жұмыста 13 сағаттан артық отырса, ерте өлу қаупі 2 есеге артады екен. Алайда ғалымдар 30 минутқа жетпей орныңыздан тұрып, жиі қозғалыс жасасаңыз, қауіп 55%-ға төмендейді дейді. Сол себепті әр жерде жарты сағат сайын үзіліс жасап отырған дұрыс. 5 минутқа сыртқа шығып, жүріңіз немесе жүгіріңіз. Ең бастысы дене қимыл жасап, үнемі қозғалыста болуды ұмытпаңыз. Қозғалыссыз ұзақ отыру жөнінде еліміздің мамандары не айтады? Тыңдайық. Қазір технология заманы. Үйден немесе офистен шықпай-ақ кез келген жұмысты телефонмен шешеміз. Қозғалысты талап ететін қызмет болмаса, көбіміз күні бойы тек саусағымыздың ұшын ғана қимылдататынымыз рас. Яғни қозғалыссыз бір орында отыруға бейімделіп алғанбыз, ал одан денсаулығымызға зиян келіп жатқанын білеміз бе? Бір орында отыра бергенде, және қозғалмай, немесе компьютерде істеп отырған кезде дұрыс отырмай қисайып отыру, ол және омыртқаға әсер етеді. Ол адам бүкеуі мүмкін. Сонан кейін мына омыртқаның деформация болуы мүмкін. Остеохондроз, жаңағы мойын остеохондроз. Тіпті үйде отырсақ та бос уақытымызды қозғалыссыз теледидар көруге арнайтынымыз өтірік емес. Бұлай отыра берсек, алдымен омыртқамызға зиян келеді, арқамызға тұз жинала бастайды. Одан кейін буынымыз босап, сәл жүрсек болды шаршап, түрлі ауыртпалықты сезінеміз. Ал оны алдын алу үшін не істеуге болады? Бірінші ол корсетотерапия, корсет кию, корсет шину деп аталады. Сосын гимнастика Катарина Шрот. Үстел басында отыра бермей, 10-15 минутыңызды жаттығуға арнаңыз. Қазір біз ең оңай жаттығу түрлерін көрсетеміз. Бойыңыз серіп қалатыны анық. Ендеше кеттік. Бойыңызға қан жүгіртіп, сәлде болса қозғалуға көмектесетін жаттығуды өндірістік гимнастика деп атауға болады. Өйткені арнайы жаттығу залына бармайсыз. Өзіңіздің кабинетіңізде немесе жұмыс орныңызда жасай беруге болады. Бұл жаттығулар омыртқаңызды түземесе де бұлшық еттерді оятып, ауырсынуды азайтады. Егер компьютер алдынан қозғалмай-ақ жаттығу жасауды жөн көрсеңіз, алдымен денеңізді тіктеп алыңыз. Содан кейін бірінші басқа жасалатын жаттығу түрінен бастап келесі дене мүшелеріне өте беріңіз. Отырып жаттығу жасағанда көбіне аяққа мән беріңіз. Өйткені күні бойы отыра бергеннен аяғыңыз үйіп қалатыны белгілі. Өндіріс орындарында мұндай жаттығулардың көмегі зор. Бастысы үнемі қозғалыссыз отыра бермей, осы жаттығу түрлерін жасап тұрсаңыз, ешбір бел, омыртқа, мойын ауруы болмайтыны анық. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағланов, Дастан Әлішев, арнайы Қайырлы таң үшін.